Как Василий, мен мынаны полностью бір рет шығарып көрсетейін, түсіндіріп. Екіншісі өзден шығарады. Хорошо? Бізде функция берілген, және B нүктесі берілген. B нүктесі функцияның графигінің бойында жатпайды. X0-ны қазір бірді ойсақ, Y-ге бірге тең болмайды. Былайша айтқанда функцияның графигінде жатпайтын B нүктесі берілген. Бізге осы B нүктесі арқылы өтетін функцияның графигіне жанама болатын түзудің теңдеуін табу керек. Егер сызатын болсақ, шамамен мынау y тең fx функциясы, мына жерде қандай да бір b нүктесі. Бір жанама болуы мүмкін, немесе екі жанама болуы мүмкін. Мынау екеуі жанасу нүктелері. Бізде b нүктесінің координатасы 1-1, y тең fx функциясы тұр. Енді бір жанасу нүктесінің координатасы берілсе бізде, жанасу нүктесінің координатасы берілсе, біз оны бірден формула қойып таба салатын едік, солай ма? Бізде жанасу нүктесінің координатасы жоқ. Біз бұны x0 нүктесі дейік. Жанасу нүктесінің координатасы x0 болсын, онда y неге тең болады? Y fx0-ге тең болады. Y fx0-ге тең болады. Функцияның бойында жатыр ғой, графиктің бойында жатыр ғой. Онда y-ге x0 нүктесіндегі функцияның мәніне тең болады, былайша айтқанда. Сонда бізге мынау x0 fx0 арқылы және 1-1 нүктесі арқылы өтетін түзудің теңдеуін табу керек. x0 бізде белгісіз, fx0 да бізде не? Белгісіз. Енді мынау функцияның x0 нүктесіндегі туынды f'(x0) нені береді? K-ны береді, иә? K-ны береді, тангенс альфа. K бұл жерде мынау жанаманың y тең kx плюс b түріндегі коэффициенті, x-ның алдында тұрған коэффициенті, k. Сонымен қоса бұл коэффициентті біз мынау екі нүктенің координатасы арқылы таба аламыз ғой. Мынау екі нүктенің координатасы арқылы табу үшін, былайша айтқанда мынау k дегеніміз тангенс альфа ғой. Мынау тікбұрышты үшбұрыштан табуға болады, мынау дұрыс көрінбей қалып. Мынау тікбұрышты үшбұрышта, мынау тікбұрышты үшбұрышта. Мынау катет, мынау катет. Мынау катеттің мынау катетке қатынасы мынау бұрыштың тангенасын береді. Бұл бұрыш бізде альфаға тең. Мынау OX өсі дейік. X өсі. Мынау бұрыш пен мынау бұрыш тең ғой. Сонда мынау катеттің ұзындығы бізде ол fx0 алынған 1 болады ғой. Y-тердің айырмасы болады. Ал мынау катеттің ұзындығы ол x-тердің айырмасы болады. x0 алынған 1. Осы екеуінің қатынасы да бізге нені береді? Тангенс альфаны береді. Тангенс альфа, яғни k тең fx0 минус 1 бөлінген x0 минус 1. Енді fx0 неге тең екен? Біз x0-ды мына жерге қойып қояйық, fx0 орнына қоятын болсақ функцияның берілгеніне. Минус x0-ның квадраты алынған 7x0 қосылған 8 бөлінген x0 минус 1. Арғай функцияның туындысын табайық енді. f'(x) тең не болады? Функцияның туындысы берілген функцияның туындысы неге тең болады? Минус 2x алынған 7. f'(x0 минус 2x0 алынған 7-ге тең. Бұл да k-ны береді ол бізде. Сонда k мынаған да тең болу керек. Осы екеуін не істейміз? Теңестіреміз. Минус x0-ның квадраты алынған 7x0 қосылған 8.
x0 алынған 1 тең болу керек минус 2x0 алынған 7-ге. Қайда минус 1? Мынау 2x0 алынған 7 ол функцияның x0 нүктесіндегі туындысы ғой. Мына жерде ма? Мына жерде минус 1 ма? Функцияның мәні минус x2. Минус 1 мына жерде қалып кетті. Дұрыс айтасың. Минус 1 мына жерде қалып кетті. Мына жерде минус 1. Дұрыс. Өте жақсы. 7 болады сол кезде. Функцияның мәнін қойыппыз да, ал 1-ді алмаппыз ғой мына жерден, тең. Енді мынаны не істейміз, есептейміз. Минус x0-ның квадраты алынған 7x0 қосылған 7 тең. Мына екеуін бірден көбейтіп шықсақ. Минус 2x0-ның квадраты минус 7x0 плюс 2x0 плюс 7. Мынау 7 мен мынау 7 не істейді? Кетеді қазір. Минус 2x0 мына жерден өткізіп, мынаны білем. 7x0 жерде кетеді ма? 7x0 жерде кетеді екен. Сонда x0-ның квадраты болады, мынауға плюс өтеді. Минус 2x0 тең 0. Бұдан x0 0-ге тең болуы мүмкін. Немесе x0 тең болу керек 2-ге. Сонда бізде екі түрлі жағдай бар. 0 және 2. Бұлай ғай ма? Үш бұрышты ма қазір әдеміліксіз көрсем. Батынан батып түсіндірейін ба үш бұрышты сызуды? Теңдеуін жазып қойайық, сосын батып түсіндірейін. Міне мынаяқта жанама кетті, y тең fx. Мынау біздегі жаңа b нүктесі. Мынау жанама y тең kx плюс b. Бізде мынау бар, мынау жоқ. Мынау нүктені біз x0 fx0 дейік. Мынау функцияның мәні fx0, ал мынау бізде 1-ге тең. Бізде b-ның координатасы 1-де 1 ғой. Негізде туындының геометриялық мағынасы функцияның x0 нүктесінде жүргізілген, мынау x0 нүктесінде жүргізілген жанамасының бұрыштық коэффициенті, мынау жанаманың бұрыштық коэффициенті тангенс альфа. Ол f штрих x0-ге тең болады ғой. Енді мынау бұрыштың альфа сол, тангенс сол. Енді тура сол бұрышты біз мынау тік бұрышты үш бұрыштың, сол бұрыштың тангенс, мынау тік бұрышты үш бұрыштың қабырғаларын пайдаланып шығараламыз ғой. Мынау тік бұрышты үш бұрышта, мынау катет бізде fx0-ден 1-ді алғанға тең. Мынау катет, мынау 1-ге тең бұл жер. x0-ден 1-ді алғанға тең. Тангенс, мынау бұрыштың тангенсі. Қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы. Соны пайдаланып кеттік та. fx0 минус 1 бөлінген x0 минус 1. Бұл бізде f штрих x0-ге тең болу керек. Негізгі схема теңде осы ғой, осы жерден біз x0-ді не істей аламыз, таба аламыз. Мына
мына жерде бірдің орнында мынау b нүктесінің координатасы басқа болса, мысалы b нүктесінің координатасы x1, y1 болса, онда мынау бірдің орнында y1 болады, мынау x-ның орнында x1 болады. Сандармен басқа бірде бір емес, 2-де 3 деген сияқты сандар болса, онда мына жаққа 2, мына жаққа 3 қойып отырамыз. Екінші жанаманы Қай жақтағы екінші жанама? Былай қарай ма? Екеуінің айырмашылығы болмайды. Мынау бәрі бір болады да, бірдей. Мына екеуінің орнын ауыстырсаң, бәрібір таңғы өзгермейді ол жерде. Екеуі де минус болады, кейін барып плюс болады. Енді мынаны теңдеуін жазып көрейік қазір. Сонда бізде берілген функцияға f(x) тең минус x квадрат минус 7x плюс 8 функциясына x0 тең 0 және x0 тең 2 нүктедегі жанаманың теңдеуін жазу керек. Бірінші x0 тең болсын 0-ге. Енді жанаманың теңдеуін жазамыз. Дайын форманы пайдаланамыз ба? Біріншісінде дайын форманы пайдаланамыз. y тең f x0 плюс f' x0 x минус x0. f0-де бізде 8 болатындығы көрініп тұр ғой. f' 0-де міне функцияның туындысы тұр мына жерде. Минус 2x минус 7. Минус 7 болады. f0-де 8-ге тең бос мүше. X-ның орнына 0 қойып шығамыз ғой. 8 алынған 7, жақшаның ішінде x алынған 0. y тең минус 7x плюс 8. Мынау бізде бірінші теңдеу. Екінші нүкте жүргізілген түсудің теңдеуін табайық. x0 тең 2. f 2-де тең минус 2-ның квадраты минус 7 көбейтілген 2 плюс 8. Қанша болады мынау? 14. 4 минус 10 болады ма? f' 2-де. Туынды бізде жаңа минус 2x минус 7 ғой. Минус 2 көбейтілген 2 минус 7. Минус 11 болады. Бірден формула қойсалайық. y тең бізде 2 жауап шықты. Жауабы қай шыққан түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Екіншісін өздерің көрінде сөйтіп шығар.